Біз тойларда айтамыз, балаларың қызығын көр деп тілек тілейміз, тойдың иелеріне. Ал сол қызығын көру деген не деген сұрақ туындайды ғой. Сонда біздің қазір санамызда қызығын көру деген баласы оған бір 2 этажды үй салып беру, астынан машина алып беру, шетелге курортқа жіберу, материал жағын жақсарту, баланың қызығын көрген болып санаймыз қазір солай деп. Ана о баласы қызығын көріп жатыр деп айтамыз. Ал баяғыда 2 этажды үй жоқ кезде, Мерседес жоқ кезде, курорт жоқ кезде, ол кезде қазақтар айтты ғой, баланың қызығын көр деп. Сонда олар нені айтты деген сұрақ туындайды да. Қазақтар ешқашанда материалдық байлық деп санамаған, дүние жинамаған қазақтар. Қазақтар рухани байлық санаған. Ал баланың қызығын көру деген, баланың жамандығын көрмеу деген сөз. Оның жақсылығын көру, оның жетістіктерін көру, оның қуанғанда бірге қуану, баланың бақытты екенін сезіну, ол баланың қызығын көру дейді. Ал біз сол қызықты ұмыттық та, сол бәрін материалға апарып тірек қойдық. Біз осы материалдық тұрғыдан қарауды өзгертпей, біздің жастарымызды өзгермейді. Мысалы, бәрін Құдайға сенесіңдер ғой. Мысалы, біз айтамыз, баяғыда қазақтар айтатын, аталарымыз айтатын, я Алла, менің жанымды алсаң да, малымды алсаң да, пейілімді алма деп Алладан тілейтін. Пейіл дегеніміз не? Қарап, біз бүгін айтамыз, Қазақстанда барлық бар, байлықтың бәрі бар. Менделеевтің таблицасы түгел біздің табанымызға Алла Тағала салып тастады. Не үшін? Қандай қасиет, не жақсылық, не істеп қойдық біз Алла Тағалаға? Біздің пейіліміз үшін, бұрынғы аталарымыздың пейілі үшін сонша байлықты беріп қойды. Ал бүгін біздің пейіліміз қандай? Бір ғана мысал айтайын. Бір жолдасым айтады, үйге ремонт жасадық дейді. Содан бір 2 жігіт аберелмен шақырып, үйге жұмыс істеп жатыр дейді. Содан әйелімен қызым айтмайды, екеуіне шай бер деп айтсам, біз оған неге шай беруіміз керек дейді. Олар ақша табуға келді, жұмыс істеуге келді. Олар жұмысы біз міндетті емеспіз дейді. Пейіліміз бұзылған. Міне көрдіңіз бе, пейіл тарылып бара жатыр. Содан барып, бүкіл проблема содан туындап жатыр. Алла Тағала біздің пейіліміз тарылған сайын, біздің басқа дүниеміз де тарылып жатыр. Бірақ біз оны биліктен көреміз, оны жаңағы жоқтықтан көреміз, әлеуметтік мәселеден көреміз. Ол мәселенің бәрі шешіледі. Қашан біз өзімізді өзіміз, қазақ өзін сыйлайды, өзін құрметтейді, өзін ұлт ретінде сезінеді.